Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер, хроматография. Сабағымыздың мақсаты инструменталды талдау әдістерін қолдану аймақтарын атау, қағаз хроматографиясының әдісімен заттарды бөлу принципін сипаттау және бөлінген компоненттердің сіңіру коэффициенттерін есептеу. Талдаудың түрлері негізінен төртке бөлінеді. Олар элементтік талдау, функционалдық талдау, молекулалық талдау және фазалық талдау. Яғни бұл талдауларды ашатын болсақ, элементтік талдау дегеніміз зат құрамындағы химиялық элементтерді және олардың сандық құрамын анықтауды қамтиды. Келесі функционалдық талдау органикалық қосылыстардың молекуласындағы функционалдық топтарды және олардың сандық құрамын анықтауды қамтиды. Келесі молекулалық талдау заттар, қоспалар мен материалдардағы және жеке химиялық қосылыстарды, олардың сандық құрамын анықтауды қамтиды. Келесі фазалық талдау зат құрамында бір-бірінен физикалық және химиялық қасиеттер жағынан ерекшеленетін беттердің бөліну аймағында фазалардың бар жоғын анықтайды. Келесі заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер өзі төртке бөлінеді. Хроматография, масс спектрометриясы, инфрақызыл спектрометрия және ядромагниттік резонанс спектрометриясы. Заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер, яғни масс спектрометрия дегеніміз не? Ол жоғарыдағы элементтік талдау арқылы біз белгісіз А затының эмпирикалық формуласын ғана таба алдық, ал оның молекулалық формуласын табу үшін бізге белгісіз заттың салыстырмалы молекулалық массасы керек болады. Оны табудың қазіргі кездегі ең жақсы әдісі осы масс спектрометриялық әдіс. Масс спектрометрия заттың ионданған молекуласының сұрыпталып тіркелуіне негізделген әдіс. Масс спектрометрия молекуланың ионданың массалары бойынша бөлу және иондарды тіркеу бойынша үш процестің жиынтығынан тұрады, яғни мына жерде сіздерге көрсетілген. Келесі осы масс спектрометрияның, яғни жаңағы айтқан байланыстары бір-бірімен. Заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістердің келесі әдісі ол, яғни молекулалық құрылыс формуласын анықтағандағынан білуге болатын, яғни заттың құрылыс формуласын анықтаудағы химиялық және физикалық әдіс. Яғни химиялық әдіс функционалды топтың ерекше реакциясына негіз етілсе, функционалдық топ анықталғаннан кейін оның туындысы дайындалып, белгісіз затты анықтайды. Яғни органикалық зат құрылысын анықтауда көп қолданылатын әдістер ол масс спектр әдісі, инфрақызыл сәулелі спектр, ультракүлгін сәулелі спектр, ядромагниттік спектр сияқты. Яғни біз бұл арада тек инфрақызыл сәулелі спектр мен ядромагниттік спектрдің қолдануын таныстыратын боламыз. Инфрақызыл сәулелі дегеніміз, яғни органикалық зат молекуласында химиялық байланыс немесе функционалды топты құрайтын атомдар үздіксіз тербеліс күйде болады. Оның тербеліс жиілігі инфрақызыл сәуленің тербеліс жиілігімен қарайлас келеді. Сондықтан инфрақызыл сәулені органикалық зат молекуласына түсіргенде молекуладағы химиялық байланыста немесе функционалдық топта тербелістің жұтылуы пайда болады. Түрлі химиялық байланыста немесе функционалды топтың жұтылу жиілігі әртүрлі болып, инфрақызыл сәулелі спектрограммада әртүрлі орынға орналасады. Сонымен молекуланың құрамында қандай химиялық байланыстың немесе функционалды топтың бар екені жөнінде информация ие болуға болады. Яғни мынау байланыс, инфрақызыл сәулелердің спектр байланысы. Келесі ядромагниттік резонанстық сутек спектр дегеніміз. Яғни әртүрлі сутек атомда мұндай айырмашылықты химиялық ығысу деп атайды. Сонымен бірге жұтылу шыңдары ауада сутек атомының санына тура қатынаста болады. Сондықтан ядромагниттік резонанстық сутек спектрограммасында осы органикалық зат молекуласының қанша түрлі типтегі сутек атомының барлығы және оның санын осы ядромагниттік резонанс арқылы білуге болады. Яғни бұл да ядромагниттік резонанстың байланысы. Келесі осы ядромагниттік байланыстың, яғни инфрақызыл сәулемен және ядромагниттік резонанстың сутекпен байланысының қандай болуы туралы формулалары. Енді біз хроматографияға келетін болсақ, хроматография дегеніміз не? Яғни ол түстерді ажырату, яғни түсті жазу дегенді білдіреді. Хроматография қоспаларды бөлу және оларды талдау әдісі болып табылады. Бұл әдіс еріткішпен әртүрлі заттарды қағаз немесе басқа тасымалдаушы ретіндегі әртүрлі жылдамдықтың қозғалуына негізделген.
Енді хроматография, яғни қағаз хроматографиясы, яғни заттың екі фазасы, газ немесе сұйық арасындағы еріткіштің немесе адсорбциялану қасиетінің әртүрлілігіне байланысты қағаз хроматографиясы, жұқа қабатты хроматография, газ хроматографиясы және сұйықтық хроматографиясы сияқты әдістер пайда болады. Яғни мынау зертханалық жұмыста көрсететін тәжірибе жұмыстары. Яғни осы хроматография тасымалдаушы жылжымайтын фаза және жылжымалы фаза болып бөлінеді. Яғни тасымалдаушы хроматографияға арналған арнайы қағаз немесе жоғары сапалы кәдімгі сүзгі қағаз керек болады. Яғни жылжымайтын фаза ол сүзгі қағаздың талшықтары адсорбцияланған су немесе басқа полярлы еріткіш. Ал жылжымалы фаза дегеніміз бутанол, бензин, спирті, фенол және кризолдар мен олардың қоспалар сияқты полярлы еріткіштермен жасауға, яғни тәжірибе жасауға болады. Енді бізде осы тақырыбымызға байланысты бүгінгі тәжірибе жұмысын көрсетемін. Яғни бізде дайын приборларымызды алып келіп қойдық. Мынау бізде жаңағы қағаз сүзгішіміз. Бізде дайын, яғни түспен бірге келген карбамид, яғни еріткішіміз. Осы еріткішімізді құйып, бері жақындап көрсетсеңіз, яғни қағазда қалай жұмыс жасайтынын бақылайтын боласыздар.